Армысыздар, құрметті видеоны көріп отырған көрермендер. Бүгін біз сіздерге біздің нетворкинг клуб бизнес ортамыздың мүшесі Анар ханымнан сұхбат алатын боламыз. Біздің бизнес ортаға не үшін қосылды және де қазіргі таңда қандай пайда алып жатыр. Енді сізге бірінші сұрақ, біздің бизнес ортаға не үшін қосылдыңыз және де қазір қандай көмегі тиіп жатыр? Қайырлы күн барлықтарыңызға да. Жалпы енді қосылған себебім қазір енді барлықтарымызда белгілі бір бизнес иесіміз, алайда қазіргі заманда әлеуметтік желісіз өзіңді бизнесіңді елестету мүмкін емес. Егер сен әлеуметтік желіде болмасаң, сенің бизнесің жоқ дегенде қазір сөз бар. Сондықтан да мен өзімді осы бизнес ортаға өзімді жеке бренд ретінде қалыптастыру ретінде сондай мақсатпен келдім. Және де өзімді тәртіпке салу мақсатымен келдім. Себебі шыны керек, біздер жаңағы айына бір 3-4 пост саламыз. Өзіңді жеке дамыту үшін, бренд ретінде дамыту үшін посттарды жиі салу керек, стористарды жиі салу керек. Соның бәрін үйрену үшін келдім. Енді қазір таңда сіз қандай бизнеспен айналысып жатырсыз? Көрермендермен бөлісе өтсеңіз, себебі адамдарға қызық, сіздің қандай бизнеспен айналысып, және де қалай дамытып жатқаныңыз. Мен өзім желілік маркетинг саласында жұмыс жасаймын. Сол саланы өзім интернет саласында дамытқым келеді. Енді осы жерге келгелі өзім жаңағыдай подписчиктерім көбейіп жатыр. Сондай енді алға жылжу бар. Енді видеоны қарап отқан сіз сияқты желілік маркетинг жасайтын жандар бар. Соларға не деп айтар едіңіз? Әлеуметтік желі арқылы дамытқан дұрыс па, әлде өздерінің жеке парақшаларына өздерінің продукцияларын, фотоларын сала берген дұрыс па? Сіз қалай ойлайсыз? Мысалға сізге біреу келіп, маған кел деп айтқан кезде сіз ол кісіге қосыласыз ба? Көптеген адамдардың қазіргі таңда қателігі қандай? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Қазіргі адамдардың көптеген қателіктері мына бизнес жасағанда, Инстаграмда, яғни әлеуметтік желіде өзінің бизнесін дамытам дейді, өзінің жеке парақшасына жаңағыдай компанияның әртүрлі товарларымен толтырып қояды. Астына ешқандай пост жазбайды, өздерін яғни көрсеткісі келмейді. Осылай тығылып бизнес жасағысы келеді. Алайда ол үлкен қате, олай бизнес жүрмейді. Ондайдан сендерде ойтып жолмен жұмыс жасаған адамдарға сенім болмайды. Сізді аудитория көру керек, сізді аудитория тыңдау керек, сізді аудитория оқу керек, сізді аудитория сезіну керек десем де болады. Сондықтан да ең бірінші жолы, егерде желілік маркетингті әлеуметтік желіде таңдағыңыз келсе, ең бірінші өзіңізді жеке бренд ретінде қалыптастыру қажетсіз. Ол жолда маған енді осы жаңа ғасыр орталығының көмегі көп тиіп жатыр. Жақсы, керемет. Егер де сіз осы желілік маркетинг жасайтын болсаңыз, әлеуметтік желіні міндетті түрде меңгеріңіз. Анар ханымға рахмет айтамыз. Өсіңіз, жетіліңіз. Сіз де видеоны қарап отырған көрермен, өсіңіз, жетіліңіз, дамыңыз.